Бүгін Шығыс Қазақстанда облыстық кәсіпкер палатасындағы өңірлік кеңестің алғашқы отырысы өтті. Өскеменде ұйымдастырылған алқалы жиынға еліміздің ұлттық кәсіпкерлер палатасы президиумының төрағасы Тимур Құлыбаев қатысты. Кездесуде отандық кәсіпкерлердің құқығын қорғау, бизнеспен айналысу үшін қолайлы жағдай жасау және әртүрлі әкімшілік кедергілерді жою мәселелері талқыланды. Таяуда ғана пайда болған Қазақстан кәсіпкерлерінің ұлттық палатасы нақты осы жұмыстармен айналысып, бизнесмендер мен биліктің арасында алтын көпір рөлін атқару үшін құрылған. Мұндай құрылымдар облыстарда да жұмыс істейді. Шығыс Қазақстандағы аймақтық кәсіпкерлер палатасының директоры болып Игорь Шацкий тағайындалды. Бұдан соң ашық дауыс беру арқылы аймақтық кеңестің төрағасы болып Әсемхан Досқажанов сайланды. Неше түрлі мысалы бар елде көп, солардың бәрін құрту үшін, жоғалту үшін осындай бізден жоғары тұратын бір үлкен кеңес немесе бір мекеме керек. Сонда бәріміз жұмыла көтерген жүк жеңіл деп қазақ айтпақшымын. Соны біріктіріп шешсек, осы шешіледі деп ойлаймын. Және де бұл өте дұрыс ашылған мекеме деп ойлаймын.